Allahu akbar, Allahu akbar. Inna dunya hulvatun va khadiratun. Сөзсіз бұл дүние сондай бір тәтті болып тұрады дейді өзі. Мені алшы, мәші дегендей нәрселер жылтырап, хыдыра, сондай бір көркем болып шақырып тұрады дейді. Сондай қылып жаратқан, сосын біздері жаратып ішімізде нәпсі деген нәрсені жаратқан. Абай айтады ғой, бізде де бір жаңағы адамды бұзатын мақалдар бар дейді. Алтын көрсе періште жолдан таяды деп. Сол мақалды өзімізді ақтау үшін шығарып алғанбыз ғой дейді. Періште алтында не қылсын дейді. Не үшін мақалды айтамын мен? Өйткені мен өзіме дәлел жинау керекпін ғой, өзімді ақтайтын. Сол үшін періштені ақыры ол келмейді, көрмейміз оны. Бірақ ол періштелер де ертең жауап алады ғой. Хақысына тиісіп қойдың ғой, болды ғой. Көрсің, ол еш нәрсе заяға кетпейді ол. Міне. Сонда өзімді ақтау үшін сондай бір мақалдар шығарамыз дейді біз. Сондай бірнеше мақалдарды атайды өзі, бір сөзінде, қара сөзінде. Сол мақалдардың бәрі дұрыс емес дейді негізі. Қате психология қалыптасады. Міне сонда пайғамбарымыз салам айтады, дүние деген сондай тартымды, сондай жап-жасыл, жарқын болып тұрады дейді. Сосын ва инналлаха мустахлифукум фиха. Сосын Алла Тағала сендерді осы жерге орынбасар қылды дейді. Қоя берді, әрбір буын өз заманында сыналады. Сөйтіп қазір біз сыналып отырмыз. Бізді қоя берді. Сосын пайғамбарымыз салам айтады, фаянзуру кайфа тағмалун. Қарайды дейді сендерге, не істер екен мыналар деп. Сонда пайғамбарымыз салам екі үлкен мәселені айтады. Әлі естеріңде болсын біліп алыңдар, иттахуд дуния. Дүниеден абайлаңдар дейді. Яғни дүниені ақыреттен жоғары қойып қоюдан абайлаңдар. Ақырет жеңіп тұрсын. Ваттақун ниса, сосын әйелдерден абайлаңдар дейді. Көрдіңіз ғой. Инна ауала фитнати бани Исраиля канат фин ниса. Исраил ұрпақтарының ең әуелгі жолдан тая бастауларына себеп болған осы әйелдер дейді. Бір үлкен хадистердің ортасында андай жағдайды пайғамбарымыз салам келтірген, олар жайында. Кедей, бір кедей юдейдің әйелі күйеуінің мазасын ала береді дейді. Ана кімнің әйелінің жағдайын қараш деп байдың әйелін мысалға келтіреді да, сонымен бәсекелесіп, сен мені сүймейсің, сүйсең сен маған анандай әперетін едің деген нәрселер ғой. Сонымен жай бәсекелесіп күйеуінің мазасын алады. Сосын күйеуі оған әпереді дейді оны. Жаңағы мынандай бояу керек маған, мынандай киім керек, ананікіндей керек деген нәрсені. Сосын оның әйелінікін орындайды да, сөйтіп бітті, билік кетіп отыр ақырын. Қараңыз қалай басталған. Сосын олардың іштерінде бойы кішіректеулері бойы ұзындармен жарысам деп ағаштан биік өкше жасап алатын дейді. Пайғамбарымыз хадистерінде бәрі. Сөйтіп жаңа биік өкшемен екі ұзын әйелдің ортасына тұрып өзінде ұзын қылып көрсеткісі келеді дейді. Сосын олардың біреуін андай бір сақина тағып алатын болды дейді. Сақинаның қалпағы бар дейді. Сөйтіп бір ер адамдардың жиын отырған жерден қасынан өтсе, қақпақты ашады да бүйтіп қалады дейді. Ана жерден бұрқыраған иіс кетеді дейді. Сосын кімдер өтті деп ана жақта ер адамдар. Біз қазір осыны қайталап жүрген нәрсеміз болды. Шындап келген кезде пайғамбарымыз салам соны айтып отыр ғой. Өз алдарыңда болғандардың әрбірісін қайталайсың сендерден деген ғой бізге. Сондықтан осы дүниеден абайлау деген нәрсе. Сондықтан құрметті жамағат, әрбір нәрседе ақырет сіз үшін артық па? Жоқ, дүниенің кісін бе әлі. Біз осыны көп ойлану керекпіз бұл мәселені. Бұл мәселені уайымдамасаң, ол шешілмейді ол мәселе. Тіпті ұрысып атқан кезде де біреумен екі саудагер көршіміз ұрысып қалдық. Егер біз ақыретті дүниеден артық қойған болса, біз ешқашан ұрысамаймыз біз. Сондықтан ұрыс отбасында болсын, базарда болсын, көршімен болсын, күллісі сол дүние ол. Ақыретті дүниеден артық қоя алмағаннан кейін сол проблемалар болады бізде. Алла Тағалаға әдемі жасамағаннан кейін бізге де әдемі жасалмайды. Көрдіңіз ғой. Ақырет деген нәрсе жаңағы дүниені тастай бір таудың басына кетіп қал деп отқан жоқ қой. Жүрегіңде қой дейді осыны. Ақыретті дүниеден жоғары қой деп отыр. Міне.
Одан кейін табыс табасың ба, байисың ба, Алла Тағаланың берекесімен. Бірақ әрдайым ол дүние сенің қолыңда болу керек. Жаңағы қолыңда болу керек, жүрегіңде емес та. Ойланып қалатын, кідіретін нәрсе болмау керек бізде.